Сәлем балалар, бүгін ұтуының ақылы бірінші вариантын математика сауаттылықтан қарастыратын боламыз. Менің YouTube каналымда математика және математика сауаттылықтан 15 ақылы варианттың барлығы шығару жолымен салынады. Қарап өтеміз. Бірінші есеп. Кестеде дүкенде гүлдердің саны мен бағасы көрсетілген болса, жалпы құнын көрсететін өрнекті табыңыз дейді. Бірінші гүл бізде лала гүл екен. 750 теңге тұрады штугы, бізде А штук. Демек біз 750 көбейту А дейміз, иә. Келесі Раушан гүлі 1000 теңге тұрады екен, Б штук. Демек біз 1000-ды көбейтеміз Б-ға. Келесі қызғалдақ 900 теңге тұрады екен, бір штугы, С штук екен. Демек біз 900-ды көбейтеміз С-ға. Сонда бізде Д жауабы сәйкес келіп тұр. Бірінші сұрақ болғандықтан оңай болды, я. Енді ары қарай көшейік. Ары қарай бізде екінші сұрақ. Отбасындағы әкесі мен баласының туған күндері 7 мамыр дейді. 2019 жылы 7 мамыр десе, сразу информацияны жазып аламыз. 7 мамыр 2019 деген 7.05.19 деп жазамыз ғой, осындай датада. Әкесі баласынан 6 есе үлкен дейді. Әрқашан біз өрнекпен, әріппен жазуды білуіміз керек. Әкесі баласынан 6 есе үлкен десе, бұл жерде кіші болып тұрғанға біз сан әріп береміз. Біз баласын X деп аламыз. Ал әкесі 6 есе үлкен болса, значит біз әкесін 6X деп алады екенбіз. Мына жерде біз әкесін жазып жатырмыз, мына жерде баласын жазып жатырмыз. Енді 2023 жылы 7 мамырда дейді. 2007 жылы 23 мамыр дегеніміз ол қандай? 7.05.23. Қанша жыл өткеннен кейін? Плюс 4 жыл өткеннен кейін. То есть жаңағы жастарына бізде 4 жастан қосылады, иә? Баласы әкесінен 4 есе кіші болды дейді. Енді біз жаңағы жастарымызға 4 жастан қосып алайық. Себебі 2023-те біз 6x қосу 4 боламыз және x қосу 4 боламыз. Енді осы екі жасты бір-бірімен салыстыратын болсаң, әкесі 4 есе үлкен болып қалады екен, иә? Уже 6 есе емес, 4 есе. Демек, әкесі 4 есе үлкен болғандықтан теңдеуді қалай жасаймыз? Әкесі 4 есе үлкен, значит біз баласын 4-ке көбейтуіміз керек. Сол кезде бізде теңдеу пайда болады. Енді осы теңдеуді оңай жолмен шығара саламыз. Теңдеуіміз қалай шығады? 6x қосу 4 тең. Мынаны үлестірмелі қасиетімен ашамыз. 4x қосу 16. X-тарды бір жаққа жинаймыз, иә? 6x азайту 4x тең болады 16 минус 4. Сонда 2x тең болады екен 12-ге. Сонда x тең болады 6-ға. Енді x тең 6-ға десе, жаңағы бастапқы x-імізге ораламыз. Баланың жасы қаншада болған? 6-да, ал папасының жасы қаншада? 36-да. Бұл жерде қазір жасы нешеде, 4 жылдан кейінгі жасы нешеде деп сұрап тұрған жоқ. Просто әкесі баласынан неше жасқа үлкен екен сұрап тұр. Демек біз 36 азайту 6 дейміз, оның ответі 30 болады екен. Әкесі мен баласының жасының арасы 30 жас болып шықты. Енді ары қарай келесі есепке көшеміз. Сыныпта 30 оқушының 60%-ның қыздар құрайды дейді. Сразу жазып аламыз, иә, 60%-ны табуды білеміз ғой, 30-ды көбейтеміз. Калькулятор болады, 60%-ға көбейтесе салындар болады, ол бізде 18 болады екен. Демек, бізде 18 қыз болып тұр. Ар жағындағы 12 ол болып тұр, иә. Қыздардың 3-тен 1-і үздік дейді. Значит, қыздардың 3-тен 1-ін тауып алайық, 18-ді көбейтеміз 3-тен 1-ге. Ол дегеніміз 6 қыз бізде үздік оқитын қыздар екен. Енді ары қарай сол үздік оқушы қыздар ұлдардың неше проценті болатынын анықтаңыз дейді. Ұлдар бізде 12 болса, 6 қыз үздік болса, ол ровно жартысы болып тұр ғой, әрине ол 50% болады. 50% бізде С жауабы екен. Үшінші есеп шығарылды. Енді келесі есепке көшейік. Келесі есеп бізде 4-ші есеп не дейді? Не сұрап тұр? Оқимыз. Бүгін дүйсенбі дейді. Егер бүгінгі күнді бірінші күн деп есептесек, онда Мұраттың туған күні 45-ші күнге сәйкес келеді. Оның туған күні аптаның қай күніне сәйкес келетінін табыңыз дейді. Өте оңай есеп, бір көрсетейін, осындай есептер бізде жиі кездесіп жатады. Қарастырамыз. Бүгін қандай күн? Бүгін дүйсенбі. Бізде дүйсенбі бар.
дүйсенбі сейсенбі дегендерді міне сейсенбі бар, сәрсенбі бар, бейсенбі бар, жұма бар, сенбі бар және жексенбі бар, иә, 7 күн. Енді осы жерде бүгін дүйсенбі болатын болса, егер бүгінгі күнді бірінші күн деп есептесек, Мұраттың туған күні 45-ші күнге сәйкес келеді дейді. Естеріңізде болсын, бізде Мұраттың күні 45-ші күн десе, мынау бірінші күн болса, келесі 7 күннен кейін бізде нешінші күн болады? 7 күннен кейін мына жерде бізде бір аптадан кейін 8-ші күн болады екен. Ал бізге 45-ші күн керек. Сондықтан біз просто 7-ні қосып отырамыз, иә. Мына жерге 7-ні қоссақ қандай болады екен бізде? 15 болады екен. Оған 22, оған 7-ні қоссақ 29, оған 7-ні қоссақ 36. Оған 7-ні қоссақ бізде 43 болады екен. Келесі бізде 45-ші күн керек, 44-ші күн және 45-ші күн. 45-ші күн 3-ші күнге сәйкес келіп тұр. 3-ші күн бізде сәрсенбі екен. Сәрсенбі. Демек сәрсенбі деген жауап бізде Б болып тұр. Аптаның күндерін жаттап қанша күн екенін білсек болғаны, иә. Келесі 4-5-ші есепті қарастырайық. Осы есеп математикалық сауаттылықтан ОБД-да өте жиі кездеседі. Сондықтан қарап біліп алайық. 2 бағам беріледі, 2 кесте, соны салыстырамыз. Бірінші кестеде бізде тік бұрышты 3 бұрыш тұр. Тік бұрышты 3 бұрыштың бізге ауданын тап дейді. Оның ауданының формуласы қандай еді? А көбейту Б бөлінген 2. Катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда катеттер бізде қанша болып тұр? 8 және 6 болып тұр. 8-ді 6-ға көбейтіп 2-ге бөлсек, бізде 24 шығады екен. Демек А бағанының жауабы 24 болып тұр. Келесі Б бағанының жауабы бұл периметр сұрап тұр. Периметр дегеніміз А қосу Б көбейту 2 дегенді береді, иә. Бізде А мен Б-ның орнында қандай сан тұр екен? 4 және 8 деген сандар тұр екен, иә. Демек бізде қалай болады? 4 қосу 8 көбейту 2 тоже 24 шығады екен. Значит, А кестесі де Б кестесі де бізде 24 шығып тұр. Значит, бізде жауабы Д болып шығады екен. А тең Б-ға деген өрнек пайда болады. Келесі математикалық сауаттылықтың келесі есебін қарастырамыз. Ол бізге не дейді? Келесі есеп қарастырамыз. Ерлан 5 литрлік 4 бөшкеге, 3 литрлік 3 бөшкеге, 2 литрлік 5 бөшкеге су құйды. Ол барлығы қанша су құйды? Бұны просто қосып шақ болады. Осы есеп келсе өте сәтті болады, иә, себебі оңай есеп екен. 5 литрлік 4 бөшке дейді. Значит, 5-ті көбейтеміз 4-ке, ода 20 литр пайда болды, иә. 3 литрлік 3 бөшке дейді. Ол дегеніміз 9 литр. Келесі 2 литрлік 5 бөшке десе, ол 10 литр. Енді осының барлығын қосасақ, бізде 39 литр деген жауап шығады екен. Келесі математикалық сауаттылықтың есептері ОТО-ның ақылы варианттарын толыққанды тақырыптармен түсініп алған адамға оңай болады. Себебі сандар ауысып келе салады. Мысалы, осы 2026 жылғы соңғы маусым ұбт-да грант ұбт-сында, иә, ОТО-ның есептері өте жиі кездесті. Сондықтан 15 вариантында жаттап барлығын көріп біліп алуымыз керек екен. Келесі есеп. Суретте тік бұрышты параллелепипед тәріздес қораптың жазбасы берілген. Осы қорапты қалпына келтіргенде тік бұрышты параллелепипедтің диагоналін табыңыз дейді. Бізде тік бұрышты параллелепипедтің диагоналінің формуласы просто есімізге түсіру керек. Оның формуласы естерінде болсын. А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. А дегеніміз ұзындығы, Б дегеніміз ені, С дегеніміз биіктігі болып табылады, иә. Ал біздің информация бойынша бізде 60, 20, 30 деген, мысалы, мынау бізде ені болып тұр, 60 ұзындығы болып тұр, биіктігі 20 болып тұр. Барлық информация бізге берілген. Енді осыларды орнына қоя саламыз. Міне 60-тың квадраты қосу 30-дың квадраты қосу 20-ның квадраты деп қоя салады екенбіз. Біздің қолымызда калькулятор болады, иә, жаңағы компьютердің ішінде. Сол калькулятормен дұрыстап шығарамыз. Бізде қанша болады мына жерде? 3600 қосу 900 қосу 400. Сонда бізде 4500, 4900 шығады екен. 4900-ді түбірдің астынан қанша болады екен? 70 деген ровно сан шығады. Ол бізде А жауабын береді екен. Диагональдің формуласын білсек болғаны. Келесі.
Барыс ойыншылары барлығы 120 ойынға қатысқан. Нәтижесінде олардың ұтыс және ұтылыс сандары 2-3 қатынасындай болған. Балалар, естерінде болсын, 2-3 қатынас десе, осындай қатынаспен берілген есептердің барлығы x пен шығады. 2-3 деп айтты ма, значит, сразу біз 2x және 3x деп алуымыз керек. Ойындардың барлығы қанша штук деп тұр? 120 ойын деп тұр. 120 ойын. Және осындай есепте бірінші кім айтылды, соны қарастырамыз. Мына 2-3 дегеннің алдында сначала ұтыс деп тұр, кейін ұтылыс деп тұр. Значит, біздің ұтысымыз 2 болып тұр, я, ал ұтылысымыз бізде 3 болып тұр. Соның очередностін жаттап алуымыз керек. Енді шығарамыз, 5x тең болады 120-ға, значит, x тең болады 120 бөлінген 5-ке. Ол қанша шығады екен бізде? 24 шығады екен. Сонда егер бізде 24x-қа тең болса, енді 2x-ті табуымыз керек қой, біздің ұтысымыз бар, міне ұтыс бізде 2x. Ал ұтылыс бізде қанша болып тұр? Ұтылыс 3x болып тұр. Енді жеке-жеке табамыз, қанша болады? 2 көбейту 24, бізде 48. 3 көбейту 24 қанша болады екен? 72 болады екен. Енді бізге айтады, ұтылыс саны ұтыс санынан қанша артық екен табыңыз дейді. Азайта саламыз, 72-ден 48 азайтсақ, бізде қанша шығады екен? 24 деген сан шығады екен. Жауабымыз бізде Д болып тұр. Берілген формулаларды шығару тәсілдерін қайталап, басқа сандар орнына қойып отырамыз. Келесі есепті қарастырайық. Бұл жерде бізде нағыз ортада келген есеп. Көптеген балалар осы есеп келді деп айтты. Бір әзілкеш қойылымға әзілдің 10 түрін дайындайды. То есть оның барлық әзілі 10 штук. Бірақ ол әзілдің 5-еуін ғана орындайды дейді. Значит, бізде әзілдің 5-еуі ғана орындалады. Осы жерде реті маңызды болмаса, бізде қанша түрлі әзіл топтамасын жасай алатынын табыңыз дейді. Қанша түрлі десе біз қалай шығарады екен біз? Біз ЦНК-ның формуласымен шығарамыз. ЦНК бізде n факториал, k факториал, n минус k факториал. Егер менің каналымды көріп жүрген оқушылар болса, біледі, ЦНК бізде статус болмайтын есептерге, АНК статус болатын есептерге. То есть, таңдаған нәрсеңнің статусы болса, АНК-ны қолданамыз. Ал бізде бұл жерде статус жоқ, кезегі маңызды емес деп тұр, сондықтан ЦНК-ны қолданамыз. Ол бізде қалай шығады екен? 10 факториал бөлінген К-ның орнында 5 факториал, және 10 минус 5 факториал деп шығады екен. Факториалдың есептерін шығаруды білетін шығармыз, Егер үстінде 10 факториал, астында 5 факториал болатын болса, 10 факториалымыз бізде 5 факториал болады, ары қарай сандарын көшіріп жазамыз. 6, 7, 8, 9, 10-ға дейін жазамыз. Астында бізде 5 факториал, және мына жерде тоже 5 факториал шығады екен. Оны 1, 2, 3, 4, 5 деп жазады екен біз. Енді қысқаратындан қысқартамыз. 5 пен 5 қысқарады. 2 мен 3 6-ны береді, ол қысқарады. 4 пен 8 2 болады, 5 пен 10 тоже 2 болады. Енді осыларды көбейтсек неше шығады екен? 7-ні 9-ға көбейтсек бізде 82 шығады, оны 4-ке көбейтеміз. Сонда бізде 320, 7-ні 9-ға көбейтсек қанша болады? 63 болады ғой. 63-ті көбейтеміз нешеге? 63-ті көбейтеміз 4-ке. Ол бізде 252 деген санды береді екен. Жауабы Б жауабы болып шығады екен. Келесі. Осы қатардың медианасын табыңыз дейді. Қатардың медианасын тапқанда балалардың қателесетіні, олар өсу ретімен жазбайды. Берілген спискті қолдана салады. Медиана дегеніміз ол центрде тұрған сан. Центрде тұрған сан бізде 22 болып тұр, Бірақ өсу ретімен жазылып тұрған жоқ бұл список. Бұл списокты өсу ретімен жазайық. Өсу реті бізде бірінші 1 болады, потом 16, потом 18, сосын 22, кейін 24 болады екен. Енді осы жерден центрде тұрған санды есептесек, ол 18 болып шығады екен. Значит, біздің медианамыз 18-ге тең болады. Болды, осымен бізде 10-шы сұрақ аяқталды. ОТО-ның алғашқы ақылы вариантын шығарып шықтық. Егер де басқа 14 вариант қызықты болса, менің каналымнан плейлисттің ішінен іздеп тапсаңдар болады. Ал курс бойынша менің телеграм каналыман немесе осы жерде көрсетілген номер арқылы хабарласаңдар болады.